Армысың алты алашым, қасиет қазақ халқым, Асқарым Бақадыр, ұлт жанашыры. Бүгін 3 маусым 2025 жыл тікелей эфирге шығып отырмын. Шұғыл. Кешегі күні, яғни 2 маусымда біздің мынау ОДКБ деген жауыз, осындай басқыншы, орыстың басқыншы ұйымын басқарып отырған Иманғали емес, Иванғали Тасмағамбетов деген бар. Орыстың көтілағы. Сол алдында қазақтың Украина соғысына қарсы әскерге жіберем деген үндеуіне мен жауап қатқан болатынмын. Осы көктемде, наурыз айында. Енді бұл оңбаған жауыз қайттан басын көтеріпті. Мен кешегі айбынды Украин әскерилерінің Ресей аэродромдарын күл талқанын шығарғаннан кейін бұл жауыз не деп жатыр? Бұл жауыз орысқа көтілақ болып Қазақстанның аэродромдарын әскери орыс стратегиялық бомбалаушы ұшақтарына жаңағындай орын береміз. Сол жақтан орын табады деп айтып жатыр. Бұл оңбаған сатқын жезөкше жауыз. Иванғали, мен саған тағы да айтам. Сен көктен түс, ұқтың ба? Сен төрменікі деп ойлама. Иванғали, мен жол айттым мен саған. Онда сен мәлімдемеңді Кремльдің сортирі дейді, туалетінен, дәресханасынан сыбырлап қана айт. Ұқтың ба? Путин көкөңе. Қазақтың сайынды аласы ешқашанда пана болмайды орысыңа. Орыстың бомбалаушы ұшақтарына. Ұқтың ба? Біз Украин халқымен біргеміз. Және де Құдайдың қалауымен, біздің қолдауымызбен Украин халқы табанды түрде мынау орыстың импердік саясатын, басқыншылық саясатын жеңетін болады. Ұқтың ба сен, Иванғали? Сен тағы да қайталап өтем. Сен қазақ халқын тарихында атың өшкірдің, астың өшет. Сен тек қана жауыздық жасаған адамсың. Арон Атабекті соңына түсіп, көзін құртып. Сондықтан да сен жерде қазақтың қасиетті жеріне сүйегіңді де әкемек қой. Сол жақта көмусіз қал сен, ұқтың ба? Иванғали, мен тағы да айтам, сен есің жина. Ар жағында сол Нұршайтаның тұр, сыбырласып жүр ғой. Путин көкелеріңмен. Оңбаған жауыздар. Сондықтан да біз әрқашанда Украинаны қолдаймыз. Біз тек қана осы қазақтың қасиетті қара киелі жерін қорғап өтеміз. Ешқандай орыстың сойылын соқпаймыз. Сойылын соғып отырған сен, жауыз. Сондықтан да, Иванғали, сен мына жаққа көрінбе. Украина жеңеді. Қазақ халқы жеңеді. Слава Украине! Иванғали, слава!
рашизм құрдымға кетеді сен анау Ресейің. Слава Украина! Алға Қазақстан! Бірліктеміз, жеңеміз.